Ассалаумағалейкум алашелі, армысыздар құрметті көрермендер. Қазақтың кеткесұлар қазақ жазушыларының бірі Ғабит Мүсірепов өз сөзінде ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенін де болашағынан да көзген деп еді. Ал әлемдік деңгейдегі өзіндік ұлт мәртебесін, тіл мәртебесінің әр алаш азаматы өз деңгейінде алып шығуы осы сізбен бізге мәлім. Яғни сол деңгейдегі қазақ тілінің мәртебесінің егжей-тегжейін анықтау мақсатында бүгінгі біздің қонақ төрінде Қазақстан Республикасының PhD докторы, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы, Алатау дәстүрлі өнер театры әдебиет бөлімінің басшысы Қуаныш Жұмабекұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы күн. Бүгінгі сұхбатты жүргізушілер Алатау ауданы Иштван Қоңыр Мандоки атындағы номер 154 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Мұсабекова Айгерім және Құралбеков Аян. Қош келдіңіз. Рахмет, Аян, Айгерім. Осы жерде Ғабит Мүсіреповтің тағы да бір сөзі еске түседі. Мынау тіл сабақ сөйлегеннен бұзылады деп еді. Яғни қазіргі уақытта бүгінгі күннің өзекті тақырыптарының бірі бұл тіл мәселесі да. Және жастардың, өскелең ұрпақтың, үлкен буындардың қазақ тіліндегі сөйлеу грамматикасы. Ал енді бұл жердегі бүгінгі сұхбаттың негізгі мақсаты ұлттық мүддені барынша дәріптеу. Ал енді бұл жақтағы сіздің елге деген жанашырлығыңыз, тілге деген жанашырлығыңыз, алаш азаматтарының ішіндегі бірең сараңы, бетке ұстар азаматтардың бірі өзіңіз, оны білеміз, сырттай да байқап қадағалап жүрміз. Енді дәл қазіргі уақытта бұл енді сізге бірінші қойылатын сұрағымыз, мынау өскелең жас ұрпақтардың, жас буындардың қазақ тіліндегі сөйлеу әдебі қаншалықты деңгейде болып жатыр? Сұрақтарыңызға рахмет. Ең алдымен шақырғандарыңызға алғысымды білдіремін. Біріншіден осы мектепте 100 жаңа есім ретінде осыдан 1-2 жыл бұрын қонақта болған. Мектеппен таныспын. Енді тағы бір асын сызып айтатын нәрсе, мен өзім де мұғалім болғам. Мектепте сабақ бердім, халықаралық мектепте сабақ бердім, университетте сабақ бердім. Басқада әріптеспіз. Одан кейін тіл білім институтына кеттім. Қазір осы Алатау театрында әдебиет бөлімінде қызмет етіп жатырмыз. Енді жалпы сөйлеу мәдениеті деген кезде барлығы ғылымға келіп тіреледі ғой. Содан бастағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Мына Ататүріктің сөзі бар. Хаятта ең хакики мүршид илимдір дейді. Яғни өмірде ақиқат жолды көрсететін нәрсе ол ғылым дейді. Махатма Ганди айтады, былай дейді. Change yourself, you're in control дейді. Яғни өзіңді өзгерту арқылы өз-өзіңді басқара аласың деген сөз ғой. Яғни адам үнемі өз-өзін жетілдіру керек. Бұл негізгі миссиямыз сол ғой. Біреуге қарап үлгі аламыз және өзімізді дамытамыз. Енді осы тіл мәдениет деген кезде өзім бірден түркілік деңгейде қараймын. Бізде Қоңыр Мандокиға алып келейін деп отырмын қазір. Мен өзім Түркияда докторантурада оқыдым. Енді шетелге барған кезде біз не үшін барамыз? Бірінші орында жақсы нәрсесін алуға тырысамыз ғой. Мысалы, Түркияда түркологиясы қалай дамыған? Мысалы, бакалаврдан бастап ескі жазуларды оқытады. Мысалы, древний русский дейді орыстар. Мысалы, бізде өзіміз білеміз, ашығы біз төте жазуды оқытпайды. Ол дегеніміз не? Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлының өздеріңіз білесіздер, морфологияның 70%-ын қалаған адам, негізін қалаған адам. Оның түп нұсқасын оқымаған адам қалай ол маман болады? Мен үлкен сұрақты ортаға тастап қойып. Енді жалғыз мен айтып жүрген нәрсе емес, үлкен деңгейдегі отырыстарда, жұмыс тобында айтылып жатқан нәрсе. Біз де қолымыздан келгенше айтып жүрміз. Төте жазудан бұрынғы ескі жазуларда бар. Сол Қоңыр Мандоки деген кім деген келетін болса, ол кісі өздеріңіз білесіздер, мадиярлардың, Торғайда біздің мадиярлар көп қой. Енді өздеріңіз білесіздер, ұқсастықтарымыз, Аркани деген сияқты. Бұл қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Түркі кеңесі деген құрылды. Содан кейін 2021 жылы түркі мемлекеттер ұйымы құрылды. Яғни ол екінші деңгей деген тәуелсіз түркі мемлекеттерінің президенттері қол қойған нәрсе. Ортақ әліпбиге келе жатыр. Оның барлығын
жасайтын кім? Мамандар. Ал мамандардың өзі ескі жазулармен таныс емес. Яғни балаларды үйрететін кадрлардың өзі өз деңгейі дайын емес деген сөз шығады да. Біз балалардан не күтеміз? Мәселе қайда жатыр? Ал енді тілдік деңгейге келетін болсақ, өзім мынау қазақ тілінің тұжырымдамасы деген жұмыс топтары бар. Ыбырай Алтынсарин атындағы орталықтарда, мекемелерде. Сол жұмыс тобында да қатыстым. Бір мысал келтірейін. Сіздер мысалы Атамұрадан шыққан 5-ші сыныпқа арналған оқулықты алайықшы. Бірінші бөлімінде, енді өздеріңіз білесіздер, 4 дағды бар, негізі. Айтылым, жазылым деген сияқты. Оның 5-ші бағыты бар, тілдік бағдар, ол грамматика. Оған грамматикаға, енді подкаст форматында ғой, грамматикаға қанша тапсырма көңіліңіз тола ма мысалы? Қазіргі деңгейде тапсырма. Өз деңгейінде емес, өздеріңіз білесіздер ғой. Ал грамматика ол негізгі фундаменті ғой. Мысалы тағы бір нәрсе айтайын. Өйткені 5-6 сыныптағы оқушыларға бәрі қызық, сөз қызық, сөздің мағынасы қызық. Бұл жерде енді шиыршық деген әдіс қолданылған, шиыршық, спиральді дейді ғой. Ол негізі мәтіндік талдауға келеді деп ойлаймын да өзім. Ал грамматикалықта жүйелілік керек. Мысал келтірейін. Дыбыстық жүйеден кейін бірден үндестік заңына өткен, ал арадағы тасымал қайда, буын қайда. Оның жүйесіздік болғаннан кейін балада, бұл мұғалімге де қиын. Бұл мұғалім сіздер білесіздер деп ойлаймын, барлығы біледі оны. Өте қиын. Мен жаңа нәрсені әкелді екен деп, оны алаш қайраткерлері айтады ғой, жапон технологиясын, жапон стилін қараған кезде қазақтың танымына, дәстүріне сәйкестендіріп алайық деген ұстаным болған. Яғни жаңа нәрсені қалай бір солай кіргізе салу деген сөз емес қой. Соны бұл енді жұмыс тобында айтылып жатыр. Болашақта оқу бағдарламалары басталған кезде қолға алынады деп ойлаймын. Яғни мәселенің өзі кітапта да болып тұр да. Соны тұтынған, соны үйренген. Мысалы сіз грамматикаға берейін десеңіз, сіздің өзінің жоспарыңыз бар, мұғалімнің өзі екі ортада қалып тұр ғой. Диктантқа мысалы қанша уақыт беріледі мысалы. Оған да бір арнайы не жоқ, мысалы. Қиындау да мысалы. Сондықтан мен өзім ұстазым кеше осы 2-3 күн бұрын Абай каналында сұхбат бердім. Өзімнің ұстазым Кенәлі Шаяхметұлы жай. Өзі грамматист болған адам. Мен өзім грамматистпін. Морфологиядан қолдандым. Оның ішінде тіл тарихы, салыстырмалы тарихи әдіс арқылы салыстырмалы тарихи грамматика негізінде докторлығымды қорғадым. Енді жалпы ол кісінің бір мақаласы бар. Былай деп жазған. Әлемдік білім кеңістігіне ену жағдайында тәрбиелеу мен оқытуды қазақ тілінде жүргізудің кейбір мәселелері деген. Оны 3 мәселеге алып қарастырып, біріншісі дейді. Не үшін қазақ тілінде оқыту керек дейді, тәрбиелеу мен оқытуды. Қаржыгер, дәрігер, кәсіпкер, қайсысы болса да қазақ тілінде саналы, сапалы түрде жұмыс істей алатын деңгейде болу керек дейді. Дәлірек айтқанда, қазақ тілі оқып үйрену пәні, оқыту, үйрету тілі болу керек дейді. Екіншісі, қалай нені үйретеміз деген кезде мемлекеттік стандарттар, оқу бағдарламалары, оқулықтар тұтастай ғылыми және оқу әдістемелік кешен арқылы жүргізілу керек. Үшіншісі, қалай оқытамыз деген кезде бағдарламалап оқыту, яғни нені айтып тұр, жүйелеп оқыту, ой белсенділігін, таным белсенділігін артып оқыту, тәрбиелеп оқыту, дамыта оқыту дейді. Енді бұның тұтастай алған кезде ол кісінің негізгі ойы түпнұсқаға негіздеу еді дейді. Өзі сөйтіп жазады, өзі бізге де айтқан. Ол кісінің ұстазы Қайым Мұхамедхан, Алаш арыстарының соңғы тұяғы. Ол кісінің Қайым Мұхамедханның ұстазы Әуезов. Қайым Мұхамедханның әкесі Мұхамедхан Сейітқұл, Алаш меценаты. Осы Әуезовтің өзі сол Қайымға тапсырып кеткен екен, Абайдың шығармашылығын жаңағы түпнұсқамен зерттеді. Яғни бұл неге айтып отырмын? Мамандар, қазақ тілінің маманы, гуманитарлық бірақ алайықшы, мысалы тіл, тарих, әдебиет түпнұсқамен дайындалу керек. Яғни түпнұсқа деген төте жүз, одан бұрынғы жазулар. Орхон жазу бар, мысалы орхон жазу дегеніміз 3 ескерткіш келеді, күлтегін, тоны көп, білге қаған. Одан кейін анау шағатай тілі деп бөлек бір тіл болған деп шатастыратындар да бар. Мен өзі әлеуметтік желіде түсіндіруге тырысып жүрмін. Ол да бір, ол стандарттау. Стандарттау дегеніміз не? Мысалы қазір фонетикалық дублеттер көбейіп барады. Ол стандарттау болмағанның енді салдарынан да. Сондықтан
балалардың мынау жүйесіздікке ұрынуы барлығы системаға, жүйеге келіп тіреледі. Негізгі ойым осы. Енді қысқаша осы. Енді қазір ішіне қарай кірсек, талдауға ол да болады. Бұл енді жас буын деп жатырмыз қазіргі уақытта. Жас буын осы мектеп аралығымен сосын жоғары оқу орындарындағы аралықтарды алсақ енді мысал ретінде. Бұл жерде енді тағы өзекті тақырыптардың ішіне кіреді осы. Әлеуметтік желі деген нәрсе бар. Әлеуметтік желіде TikTok желісі болсын, Instagram желісі болсын, кез келген сөйлесу желілерінде қарапайым жастар бар сөздерді қысқартып жазуға әуес. Қазақ тілі мысалы ойланып қарасаң, қазақ тілі бүкіл әлем бойынша ең бай тіл тілдердің қатарындағы. Бірақ соны айтқанда пайдасынан гөрі зияны көп тиіп жатыр бізде қазіргі уақытта. Себебі қарапайым бірінші сыныпқа келген баланың өзі бар грамматикалық сөздердің бәрін қате жасайды. Оның енді әлеуметтік желінің қазақ тіліне деген әсері қаншалық деңгейде сонда? Зиянын бере ме, әлде пайдасын көп бере ме, түсінбедім. Мысалы, әлеуметтік желіге келетін болсақ, мысалы, сиырдан зәрде шығады, сүтте шығады ғой. Кім немен тұтынады, соған байланысты да. Енді жазу сауаттылығы, енді ол қысқартып жазу әлемде бар үрдіс, енді бірақ енді ағылшындар қысқартып жазады екенбіз деп, өзім ағылшын тілінде маманымын. Жүйесі сүзгісіз жазбайды ғой. Мысалы, for дегенде 4 қылып жазады. Оның өзі жүйесі бар. Ал біздікі ол қысқартып жазу дейміз, ол сауатсыздыққа келіп тіреледі. Мысалы, қарапайым. Енді грамматикалық тақырып осы болғаннан кейін, енді сіздерге де кезек беріп отырғаным ғой. Енді бір лекция болып кетпесін деп. Енді ішіне қарай кіретін болсақ, қарапайым ережелер. Ең қарапайым алайықшы. Өздеріңіз білесіздер, мынау рабиғасыздықтың өзі мына журналистердің тілінде көп сынады ғой, мысалы. Орфоэпиялық норманы сақтамауды. Қазір қарапайым, мысалы, келе-ма, мысалы, келеме ғой, мысалы. Бере-ма, береме. Қарапайым нәрселердің өзін, енді дауысты дыбыстарға бір тақырып кеңейте түсейік. Мысалы, мынандай ереже бар, сіздерге де бір ой талқыға түсірейін. Сіздер қалай үйретіп жатсыздар? Мысалы, мен өзім басымнан өткен, мына бір қатар мынандай ереже бар, бір қатар түбір сөздерге дауысты дыбыстан басталған қосымшалар жалғанса, сөздің буынындағы түсіріліп жазылады деген бір ереже бар. Бір қатар, оны рабиғасыздық несінен аламыз ғой. Енді ол негізі ұсыныс ретінде тастаған ғой енді ортаға. Енді мысалға, мысалы, ерні түсірген, дауысы. Енді қараңыз, осы бір қатар деген сөздердің ішінде, мысалы, ауыл деген сөз бар. Оны кейбір адамдар ауылы, кейбірі ауылы деп, яғни екі стандартпен жазылып жүр, оның жүйесіз болмай тұр ғой. Бұл не деген сөз? Бұл ереженің өз деңгейінде емес деген сөз. Енді лингвист емес адамның өз сұрақ қояды сіздерге, мысалы. Қойды ма сондай сұрақ? Мысалы, тура сондай сөз, мысалы. Жаңа айттым, дауыс, мысалы, тура сондай сөз. Кәсіп деген сөз бар. Оны неге біз кәсіпі деп неге айтпаймыз, мысалы. Жарық деген сөз тура ешқандай айнымайтын не сөз. Жарқы деп неге жазбаймыз? Соны не деп жазасыз? Айтасыз сіз? Бір қатар сөз осының ереже бар дейді. Соны тағы да сізге сұрақ қояды. Бір қатар деген өзінде екі түрлі жазылып жүр ғой. Қиын жағдай қаласыз да, мысалы. Жарайды, енді бір-екі сөз бар, мысалы, халқым деп қалыптасқан, халығым деп жазатын адамдарды мен өзім көргем. Бірақ енді мынау жалпы халық сипатта халқым қалыптасып кеткен. Құлық деген сөз бар, екі мағынасы, құлақтың құлығы, содан кейін мінез құлық деген сияқты. Құлығым деп жазылып тұр, мінез құлықта құлқым деп жазылады. Осы бір-екі сөздерді енді халық үйрене алмайды десек, бөлек ағылшын тілінде де бар ғой, бір ережеге бағынбайтын сөз деп алуға болатын шығар, қалғандарын түсірмей жазу керек деген өзім пікірдемін. Өйткені ол ереже сіз ақтай алмайсыз, оны түсіндіре алмайсыз. Ол балаға ешқашан мына жекелеп сөз жаттату деген ол, мысалы сіз ағылшын тілін, түрік тілін үйренсеңіз, бірде-бір ағылшын мұғалімдер сөздерді жатта деп айтпайды. Сөздерді жаттау, ол оқу, жаттаған өзінде сіз оқысаңыз да жеткілікті негіз. Әрине, жаттаған дұрыс қой, бірақ ол негізгі әдіс болып есептелмейді. 2015 жылы сол қазақ тілі аудиториясына арналған ағылшын тілі оқулығында шыққан педагогика бойынша. Енді ол қазір басқа әңгіме болып кетеді. Тіл деген өзі мәдениет қой. Енді тағы ережеге келетін болсақ.
тағы қандай ережелер бар? Мысалы, қазақ тілінің жалпы грамматикалық негізі қандай принциптерге сүйенеді? Мысалы, морфологиялық, иә, мысалы, содан кейін фонетикалық, содан кейін тарихи дәстүрлі дейміз, иә. Енді бірде г, бірде к арқылы жазылып жүрген сөздер бар, мысалы, аман келді, аман келді деп жазады, аякөз деген сияқты. Енді жалпы Нұргелді Уәли болсын, қай ғалымды алсақ та, үлкен ғалымдардың барлығы негізі морфологиялық принципке сүйену керек деп айтады. Ол не дегеніміз сөз? Түбір сөз бөлшектерінің түбір тұлғасын сақтап жазуы ғой. Мысалы, аман келді, иә? Аякөз. Бұның түбір тұлғасын сақтау, иә? Яғни фонетикалық айтылу бойынша емес, түбір тұлғасын сақтап жазу керек. Енді кейбір сөздер болады, мысалы, тұлғасы өзгерген, екіншіге әрі. Екіншіден әрі ғой, негізі тұлғасы өзгерген сөздерді сол айтылу бойынша жазыла береді. Енді неге деген келетін болса, мысалы, қыркүйекте сол. Негізі қыркүйекте Рабиға апайымыз ұсынған, бірақ енді ол негізі сәтсіз де, негізі халық қабылдамаған да сол. Енді неге деген келетін, қыркүйек көкөніс шекара ғой, негізі осы үшеуі ғой талқыға түскен. Бұл түбір тұлғасы сақталуға г-мен жазылуға болмайды негізі. Өткенде де мен әріптесім емес, қазір әріптес, бірақ бұрын бір топ тоққан курстастарым ғой, хабарласып жатыр да, сонда қыркүйек басталған сайын осы сұрақты ата-аналар келіп бізден сұрайды дейді, біз қалай үйретеміз. Соңғысында өздеріне білсе г жазылып тұр, орфограф сөздікте г жазылып тұр. Бірақ кейінгі мақалаларда Құралай Күдерин апайларымыз бәрін түсіндіріп, қазір кейінгі ережелер к түсетін анық айтып берді, енді г болмайды. Неге деген келетін болса, қыр деген сөзді енді түсінесіздер, қыр баласы дейміз. Күйек деген сөз қой ешкілердің шағылысу деген сөз. Яғни екі сыңарының мағынасы айқын ғой. Ол жағдайда түбір тұлға сақталу керек. Аман келді айқын. Қол қабыс. Қабыс деген жындасу деген сөз. Мағынасы айқын ба? Айқын. Түбір тұлға сақталу керек. Фонетикалық дегенге мысалы биылды кіреміз, енді кіріккен сөз, бірақ ол да фонетикалық жатады, айтылу бойынша. Бұл ел ғой, енді бұл жыл. Одан кейін тағы қайсы бар. Бір сүгіні деген сияқты. Соларды фонетикалық нетеміз. Ал тарихи дәстүрлі, бұл енді қазақ тілінің негізгі сүйенетін принципіне жатпайды, бірақ ол бар. Тіл болған соң тарихи байланыстар болады ғой. Мысалы, орыс тілі арқылы орыс тілі арқылы енген сөздер ғой, көбінесе кандидат, доктор деген. Сол тарихи неге жатады. Енді осы жерде осы принциптерді балалар білу керек. Мысалы, айқай. Бізде енді көп сыналып жатыр, түсіндірімсе екеу қатар жүрмеу керек. Тіл маманы, ол сол үшін тіл маманы, ол стандарттай алу керек. Мысалы, Шағатай тілі дегеніміз енді түрік тілінің, түркі деп қолданып отырған жоқ, түрік деп айту керек негізі. Түрік тілінің бір тармағы. Бірақ ол стандартталған, көбінесе кірме сөздер көп болды, араб парсы тілінде стандартталған. Стандарт деген не сөз? Мысалы, түрік тілінде былай, мысалы, мерхаба дейді біреу мераба дейді. Бірақ жазған кезде екеуі де мерхаба деп жазады. Айтқанда қалай айтсаң, енді олайды айтуға болмайтын шығар, бірақ айтылғанда, мысалы, Америкада шыққан бір мақала оқып едім. О деген дыбысты негізі тілдің өзін лабораторияда жұмыс істейді де, Американың ғалымдары, тіл мамандары өзі лабораторияда. О деген адамды 10 адамға дыбыстатқан ғой. Соны 10 адам о дыбысын 10 түрлі дыбыстаған екен. Яғни айтылуында өзгеріске сөздер ұшырай береді, оны ешкім оған тосқауыл бола алмайды. Бірақ стандарттау деген не? Орфографиялық сөздікке, түсіндірме сөздікке бір нұсқаға түсу керек. Айқай болу керек қой, айқай емес. Ол дұрыс түспегеннен кейін, халық ақымақ емес. Ол талқыға түссе, ол бір гәп бар деген сөз ғой. Халық қабылдамай тұр ма, қайтадан қарау керек. Қыркүйекті мысалы ешкім қабылдаған жоқ қой. Ол дұрыс, өйткені к екенін халық лингвист емес адамның өзі білді, ол к екенін. Өйткені күйекті кез келген, мысалы, кеңес үкіметінде әкелерімізді мысалы кітап оқиды, біз мақтай алмаймыз, өйткені бәрі кітап оқыған ғой. Сол сияқты күйек сөзін үлкендер әсіресе біледі, жастар білмейтін шығар. Бірақ біледі. Мұғалім не үйретіп отыр, күйек деген сөзді мұғалім білмей ме деп кез келген үлкен кісі сұрайды. Түр тұлға сақталып жазылу керек деген сияқты. Дәл қазір осыдан бір сұрақ шығып жатыр менде. Мынау қарапайым мектеп қабылдау бөлімдері болады. Қабылдау бөліміне арыз болсын, шағым болсын, ескертулер болсын, келген дүниені жазатын кезде қарапайым ата-ананың өзі сол арыздың нұсқасын жазатын кезде қиналады. Грамматикалық жағынан сауатсыздық көп. Мұны мұғалім ретінде
деді былай да сырттай байқаймыз әрине. Бұған себеп не болды сонда? Яғни қарапайым ата ананың өзі қате жазатын болса. Енді мен сұрағымның бірінші сұрақты қойдыңыз ғой, сол жүйеге келіп тұрайын, халықтың кінәсі емес деп деймін өз басым. Және Қазақстанның мынау билік өкілдерінің де кінәсі емес, бұл тарихи себептері бар. Мынау кезінде Ыбырай Алтынсаринді бізде не деп оқытты? Кириллицаны таңдаған, жақсы көрген, әлі кириллицаның құдіретін қолданған деп үйретеді. Бірақ ол кісі өз еркімен қабылдамаған оны. Ол еңбектерін қадим жазумен де шығарған. Ол кезде білім министрлері бар, анау Ельминский бар, Ыбырай Алтынсаринді былайша шақырып алып тұрып тапсырма берген. Кириллицамен ең алғашқы еңбектеріңді жаз деп. Ол жазылғаннан кейін, өздеріңіз де білесіздер, орысшаға икемдеп жазуды заңмен бекіткен олар. Қазіргі таңда біз балкон деген сөз халықаралық сөз деп ойлаймыз. Ол балкони деген дыбысталуды басқа негізі оны. Мысалы ресторан дегенде халықаралық сөз дейді. Халықаралық сөз дегенде дыбысталуымен бірге солай ойлайтын адамдар бар. Ол французша сөз, ресторан. Ағылшында ресторан. Орыста ресторан. Халықаралық сөз болса, ең болмаса дыбысты кішкене өзгертіп түсу керек еді қазаққа. Біз тура орыста қалай дыбыстаймыз, солай дыбыстайды. Ол халықтың кінәсі емес, кезінде заң солай болған. Сондықтан ол нәрсені мен алып тастаймын ылғи да. Бірақ ол бұрын солай болды екен деп жылай беруге де болмайды. Адам алдыға жылжу керек, тарихыңды өзгерте алмайсың. Енді алдыға жылжып, рухымызды көтеру ғой. Қазір бізде телевизиялық бағдарламалардың өзі рейтинг көтерумен емес, рухты көтерумен айналысу керек деп ойлаймын. Рейтинг көтеру емес, рухты көтерумен айналысу керек. Сондықтан жүйені жөндеу керек, жүйені жөнделмей жатыр деп айтпаймын. Өзім тіл білмей ұстында да латын графикасы бойынша топтарда да болдым. Әдістемелік топтың хатшысы болдым. Жас қауымдар кеңесінің төрағасы, министрлік жанында құрылған жас қауымдар кеңесінің мүшесі болдым. Мамандар бар және жұмыс жүріп жатыр. Мен сізге осы сол салада жұмыс істеген адам ретінде айтайын, грамматиканың осы айтылып жатқан барлығы бір ізге түсіріліп, ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Ол бір проекттің өзінде басқарған бір жобаны. Теолингвистикалық деген, сіздер естідіңіздер білмей, мынау діни терминдерді қазақы таныммен түсіну, оның басын бастаған Махмұд Қашқарилар ғой. Қазір хиджаб деген сөзді түсінбеу, бұл танымдық дүниеде түсіндіру керек. Мысалы діни қызметкерлердің өзі, байқайсыздар ғой, кейінгі кезде анау қай сөз еді өткенде? Сәлеметсіз бе деген сөз қатеге шығарып, ол лингвистикалық нені түсінбеудің адамы арабша дыбысталмайды. Арабша дыбыстауға бірде-бір діни нелерден таба алмайсыз. Арабша дыбыстау керек деген. Құранның тілін ғана сіз бұзбауыңыз керек. Ол бір ауыздан кесілген нәрсе. Бірақ қазақ ұлты да, қазақ тілі де Алланың қалауымен пайда болған нәрсе болды. Сондықтан соны шатастырмау үшін теолингвистикалық сөздік жасалып жатыр. Бұл бір бағыты ғана. Орфографиялық бойынша бұл ғалымдардың барлығы, әлеуметтік желіде болсын, түрлі конференцияларда, отырыстарда айтылып жатқан сыни пікірлердің барлығын ескеріліп, сол ізге салып жасап жатыр. Оқулықтар кемшіліктен және мен айтқан барлығы, енді ол жасалғаннан кейін де тағы бір сын бірдеңелер айтылатын шығар. Солай дамиды ғой. Енді біз енді тәуелсіздік алғанымыз 30 жыл деген бір мемлекет үшін түк емес негізі. Өйткені 300 жыл бодандықта болған адам 60-70 жыл емес, одан бұрын негізі. Сондықтан енді айта берсе негізі тағы бір сұрақ, мынау мектеп мәселесі емес, мектептен тыс дүниелер. Мысалы, мынау қарапайым халыққа қызмет көрсету орталықтары бар. Сол жерде балалардың туылған куәлігі болсын, кез келген адамның өзі жеке басына қатысты құжаттардың өзінде адамның қарапайым аты жөнінің өзінен қате жібереді. Мысалы, Жәнібек дегенде Жанибек деп жазатындар да бар. Мысалы, қарапайым өзіміздің өзінің тегін мысалы Құралбеков болатын болса, соны Құралбеков деп жазып беретіндер де бар. Бұған енді не кедергі, не себеп болып жатыр? Бұл тағы да жүйеге келіп тіреледі. Өйткені көбісі мен ол кісілерден сұрағам, неге олай жасай, мен құжатымда солай ғой дейді. Ресми түрде алатын болса, ол кісіге дұрыс болып шығады ғой. Енді келесі неге алатын болсақ, мынандай бір қызық нәрсе айтайын. Ол өткен істің қазіргі салдары да өте жоғары. Мысалы, сіз қазір аты жөніңізді қазақшаландырып жазатын болсаңыз, әлемдік немен қарайтын болсаңыз, сіз ертең Европаға шығатын болсаңыз, құжаттан сізде мәселе шығады. Сол фамилияға бола құжаттарын қайтарып тастаған адамдарды көріп жатырмыз. Сонда ортада кім қиналып тұр? Халық қиналып тұр. Сондықтан сіз оған барып, моральдық тұрғыдан тағы да қысым жасай алмайсыз. Ол мүмкін
биліктегілер мүмкін тағы бір жолдарын таба ма екен, құқықтық жағынан өте қиын проблемалар бар да ол жерде. Ал адамның атын жазу дегеніміз, ол енді оған менің арнайы мақалаларым бар. Мысалы, ұлы қызы деген кезде адам қазақ екенін біліп тұрады ғой, мысалы. Швилидзе дейді, орыстардікі Ова Евамен танимыз. Грузиндер, иә, қай ұлт екенін біліп, оғлы десе түрік ағайындар екенін білеміз деген сияқты. Оның ұлттық несі өте жоғары. Бірақ андай әлеуметтік тағы да мәселелер бар да, өте қиын. Бұны енді бірақ негізге алып ауыспау керек деген сөз емес, бірақ осында ескеру керек. Тағы да айналып келетін нәрсе, өткен тарихтың қазір салдарын халықта көріп отырды. Халық сауаты, мысалы орысша сөйлейтіндердің бұл жерде қызық мәселеде 50-50, оларды жақтауға да болмайды, бірақ ақтауға да болмайды да. Енді ол орыс болайын деп орыс мектебіне барған жоқ, қазақ мектебінде жоқ болды ғой көп жерде. Бірақ 30 жыл өтті, неге 4 жылда ағылшын тілін үйреніп аласың, неге 30 жыл үйрене алмайсың? Мына жағынан да мін артуға болады да. Сондықтан барлығы жүйеге келіп тіреледі. Жүйе дұрыс болса, халық ешқайда кетпейді. Қазір сауатсыз, қатты айтқан кезде, ол ұзақ жылдардың нәтижесі. Ол бір-ақ күнде болған нәрсе емес. Тағы бір сұрақ, мынау жерде қарапайым әлемдік бір заттар болсын, кез келген бір заттарда әлеуметтік жасанды интеллект деген бар. Жасанды интеллекттерде қазақ тілі, мысалы ойланып қарасақ, қазақ тілі әлем бойынша ең бай тілдердің қатарынан тілдердің бірі. Бірақ қарапайым кез келген бір заттарды, шаң соғыштар болсын, тоңазытқыштар болсын, сол жерде қазақ тілі деген ішінде құрылым жоқ, мүлдем. Иә, енді біріншіден өткенде әлеуметтік желіден бір қыз пікір алмасып отырды. Енді кішкене араб тілі әлемде ең бай тіл дейді маған. Негізі әр тіл өзінше бай да, негізі. Оны әлемде бір адам бүйтіп сөздерді санап шыққан адам жоқ. Адам бір тілден бай деу үшін сен бүкіл әлемдегі тілді біліп, бүкіл әлемде қанша сөз қорында бар, сөз бар, соның бәрін білуің керексің де. Қазақ тілі әрине бай, оған ешқандай дау жоқ. Енді араб тілі деген кезде, мысалы, Құрайш тайпасы бар. Араб тілі деген кезде бір-ақ қана тіл емес қой, оның қаншама диалектілері бар да. Қазақ тілі деген кезде біз түркілік деңгейде алуымыз керек те. Түріктік деңгейде алған кезде әлемдегі былайша айтқанда иық теңдесі ретінде ол жағынан ең бай тілдердің қатарынан, алдыңғы қатарынан табылатыны сөзсіз. Енді біз мынадан бастауымыз керек. Ахмет Байтұрсыновтың термин жасамдағы ұстанымы бар. Бірінші дейді, қазақ тіліндегі лексикалық қорынан іздеу керек дейді. Яғни бір терминдерді жасаған кезде. Екіншісі, қазақ тілінен табылмаса, туыстас түркі тілдерінен іздеу керек дейді. Үшіншісі, одан табылмаса, шетел тілдерін алайық дейді, бірақ қазақтың табиғатына, тіл табиғатына икемдеп дейді. Соның өзінде мағынасы жуықтау, балама сөз табылса, қатарласып беруге халық өз таңдап алады дейді. Енді мынау интернеттегі, енді осы бір мысал келтіре кетейін. Тіл білім институтында ұлттық корпус деген үлкен бір жоба басталды. Ұлттық корпус деген естіп пе едіңіздер жалпы? Ресейде де бар. Ұлттық корпус дегеніміз мәтінді мынау цифрландыру арқылы, біз кез келген ұлттық корпусқа кіру арқылы контекстегі сөздердің мағынасын, әр сөздің тарихын, семантикасын, мәдениетін көруге мүмкіндік беретін үлкен жоба. Ол да айналып келген кезде ұлттық корпус жасалатын болса, барлығы жүйеге келеді негізі. Мысалы, Google аудармашыға кіретін болсақ, ол жалпы ол де бір база ғой, ол же біз мәтіндерді саласыз. Одан кейін, ал мәтіннің өзінде де қазір қателіктер өте көп қой. Ол системаны жөндеу үшін де біз грамматиканы жөндеу керек болады. Өйткені мәтін деген өзі, мысалы, Абай жолының өзінде, мысалы, аруақ бір жерінде әруақ деп жазылған. Ал стандарт бойынша орфография сөздік бойынша кету керек қой, мысалы, негізі. Ол көркем әдебиет, ең мықты деген көркем әдебиеттің өзінде екі түрлі нұсқалар бар. Абай жолы деген ең керемет кітап қой, енді былайша айтқан кезде. Соның өзінде бір ғана мысал. Сондықтан көркем әдебиетте енді ең ірілерін негізге алып, енді жалпы тіл мамандары солай жұмыс істейді.
әлеуметтік желідегі сөздің жиілігін көркем әдебиетте қаншалықты қолданылады соның жиілігін алып келіп стандартқа солай салады. Бұл 3-4 адам отырып мынау маған ұнайды деп олай жасалмайды да ғылымда. Оның барлығының өзінің бір технологиясы бар. Сондықтан енді IT мамандары да көмектесу керек қой. Тіл мамандары айналып келгенде сол грамматикаға келіп тіреледі ғой. Ары қаратай бұл сұрақ негізі IT мамандары тетіктері қалай дамыту керек. Бірақ институттың ғалымдары да сол IT мамандар бірігіп сол ұлттық корпус жасап жатыр. Ол жұмыста қолға алынды негізі. Жоқ дей бермейміз ғой, бірақ енді жасалып жатыр. Бірақ енді халық нәтижесін қазір көріп жатқан жоқ, ол да бар. Одан бөлек тағы бір сұрақ, оқулықтарға баға айтып кеттім, сөзіміздің басында. Оқулықтар, қазіргі оқулықтарда көп тапсырмалар тілдік бағдарға негізделмеген. Негізі шыны керек, ол сөздің ашық. Мысалы, қарапайым зат есім, сын есім, сан есім деген қарапайым ережелерді соған арналған тапсырмалар, мысалы, сол бөлім бойынша 10 тапсырма болатын болса, ішінде бір-ақ тапсырма соған негізделген. Баланың деңгейіне жететіндей. Қалған тапсырмалардың барлығы өз деңгейіне емес, алшақ тақырыптарға бөлінген. Иә, енді оқулықты мен айтып өттім ғой, қайталамай қоймын. Мен басқа жағына баратын болсақ, мысалы, физика деген мамандық бар, физика деген пәннің тілін физика сабағында үйрену керек қой адам. Оқулықты қарасаңыздар, бір әмбебап болып кеткен ғой қазақ тілі негізі. Биологияға қатысты бір мәтіндер жүр, экологияға қатысты мәтіндер жүр. Қазақ тілі сабағында әдебиетке, мәдениетке, тарихқа қатысты дүниелер болу керек деп ойлаймын. Мәдениетке әр нәрсенің басын шалғанша бір нәрсені физиканың тілін физика тілінде оқып алу керек қой, физика сабағында оқып алу керек қой. Геометрияның тілін жолда жүру ережесі. Иә, мен оны өзім көрдім. Енді менің кезімде қайта жақсырақ болды. Мен 2010 жылдары сабақ бердім де, кейін көп нәрсе өзгерді. Өзім көріп өзім шошып кеттім, шыны керек. Бұл біріншіден қазақ тілі оқулығы екінші тілді оқытатын оқулық сияқты оқып қалғанда, негізі шынымен де солай көрініп тұр. Орыс тілді бір тұжырымдама жасаған кезде негізгі акцент орыс тілді мектепке салынғанда қазақ тілі соған икемделіне салған. Бірақ бұл да жасалынып жатыр. Енді бәрін жоқ дей бермей қояйық. Енді бұйыртса болады. Өзіміздің оқыған сол Атамұра баспасы. Өзіміз сол бойында өстік. Атамұра баспасындағы тапсырмаларды қарайсың да, сол кезде тапсырмалар енді білмеймін, қарапайым сол жерде 5-ші сынып болсын, 4-ші сынып болсын, бастауыш сыныптар түсінікті. Тапсырмалар сол деңгейде. Ереже жазасың, ережені оқып жаттайсың, соған байланысты тапсырмалар дәл соған дәлме-дәл келіп тұрады. Ал қазіргі уақытта енді айтылым, жазылым, оқылым деген тапсырмалар шығып жатыр. Одан бөлек енді бағанағыдай тапсырмалар шығып жатыр. Енді басқа саладан да келіп жатқан нәрселер бар. Мысалы, қарапайым сәл үлгісі деген тақырыптар бар, жолда жүру ережелері деген нәрселер бар. Физиканың бір Эйнштейннің ғалымы туралы мәліметтер береді. Оны талда дейді. Бұл баланың оқығаннан кейін түсінбейді. Ішіндегі сан есім, сын есім үйретесің, бірақ сонда да соған арналған тапсырмалар өз деңгейінде. Мәтін түсінікті болу керек, дұрыс қой. Енді оны мұғалім де білмеуі мүмкін ғой. Ол басқа тұлға қай адам болса да осы ұлттық құндылық бойынша мынау кітаптарды түгел оқып шыққан адам жоқ қой. Енді келіп басқа бір физиканың тұлғаларын кіргізсе, ол мұғалімге де салмақты қосымша. Енді бір соңғы сұрағымыз болсын, қазақ тілінің жалпы өзіміздің қазақ алаш еліндегі хәл. Не істей алады? Қазір енді ортасында деп айтайықшы, ортасында жақсы деңгейде емес. Енді оны қазір қалай айтсақ та бәріне түсінікті жағдай ғой, өте көп жұмыс істеу керек. Енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары атты жаңағы жолдауында ғылым жайлы былай дейді: біз ғылымды дамыту арқылы қазіргі ашық әлемнің бір бөлшегі болуға ұмтылуымыз керек дейді. Яғни барлығы ғылымнан басқа. Абай атамыз айтты ғой, мысалы, ғылым таппай мақтанба дейді. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сөнсеңіз, дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Ғылым арқылы осы жүйеде қалыптасады. Сондықтан енді маман да осы жолда жұмыс істеп жатыр. Ғалымдарға енді
артылған жүк өте ауыр. Қазір әлеуметтік желілерде мынандай тенденция бар да, қазақ тілі бір сорлы тіл сияқты көрсетуге тырысатындар. Яғни мен айтатын мәселе, мысалы терминдердің өзі қазақша жоқ дейді. Оның басында айтып өттім ғой. Бұл тарихи салдары да, ол бір бодандықта болдыған еліміз. Оны қазақ тіліне керісінше жаны ашып көмектесу керек. Мысалы кезінде Мұхамедхан Сейітқұл деген алаш болды, Қаражан Өкібайұлы. Олар не істеді? Алаш қайраткерлеріне қаржылай көмек көрсетті. Мысалы жаңа айттым, мысалы қазақ тілі енді онсыз да тілге қызмет етіп жатсыздар, физика мұғалім болсын, дене шынықтыру мұғалім болса да, өзінің сабағында сол кәсіби тілін дұрыс жеткізіп, сөйтіп үйрете берсе. Енді ештеңеден қолына түк келмейді дегеннің өзінде ең болмаса қазақша сөйлеп жүрді. Сол ұлтқа қызмет ету деген сол кімнің Халел Досмағамбеттің сөзі бар, ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш дейді. Мен де өзге тілдерді білемін, мысалы түркшені өте жақсы білемін, докторлығымды сол түрік тілінде қорғадым, ағылшын түрік тілі арқылы жүзжаңгесін көттім. Бірақ енді мейлінше қолымнан келгенше жүрген жерімде біреумен енді ұрысып төбелеспесем де қазақша сөйлеуге тырысамын. Енді тіптен бір жағдай болмай бара жатса орысша сөйлеймін, енді оның да мүмкін кінәсі емес шығар, білмейміз ғой, уақыт көрсетер. Қазақ тілінің қазақ тілінің мәртебесін көтеру деңгейін ұстауда бәрі бізбен сіздің қолыңызда ма? Билік дейді, биліктегі адамдар да осы біз сияқты осы мектепте оқыған, осы университетте оқыған адамдар ғой. Олар да ұлтшыл деген сөзден қорықпау керек. Ұлтшыл азаматтар өте көп қазір, енді ол бөлек тақырып болады. Көбірек баламен сөйлесу керек. Мысалы, бір қызық нәрсе айтайын ба, мен енді ешкімнен көрген жоқ, бір өзімнің жеке әдісім сияқты, бірақ біреу олай істеп жатқан шығар, бір иемденбей қойын. Кішкентай қызыма мен жатар кезде ертегі айт дейді ғой. Мысалы, 1 жасқа дейін ертегі дұрыс. Ол қиял әлемін дамыту. Сәл есегіре бастаған кезде мен оған әңгіме айта бастадым. Күнде бір тақтан өзі таңдайды. Мысалы, көбінесе неге екенін білмеймін, жаман адамдар, адамды алдау, орыс тілді болғаннан кейін кейбір ыңғайсыз нәрселер болады. Ол кез келген адам ол жақсы нәрседен қарағанда жаман нәрсені көбірек үйренеді негізі. Яғни жаман дегенде түсініп отырсыздар ғой, өмірдің не бір алдау, біреуге сенбеу, қаншалықты деңгейде сүйен, дос деген не, туыс деген не. Сондай, білмеймін, кейде ойлаймын, 5 жастағы бала ауыр не айтып жатырмын ба деп ойлаймын, бірақ ол қабылдауы керемет те. Айтпай қойын, жоқ, былай айт деп, өзі икемдеп, кейде ғылымшы, кейде космос жайлы айтып кетеміз. Енді космос маман емеспін, бірақ енді білгенімше айтамын. Оған да айтамын, мен бәрін біледі деген сөз емес. Бірақ білгенімше үйретіп жатырмын. Мен де бәрін білмеймін. Бірақ білгенімше айтып жатырмын. Мысалы, суретке барып жүр, сурет менен жақсы. Дәл солай айттым, сен сурет менен жақсыласың, адам жасына қарамайды. Бірақ өмірдің енді үлкендердің білгені көп, соны білгенді үйретіп жатырмын деген сияқты. Сондықтан менің енді керемет бір 20 жыл әке болған адам емес, бір 2 қызым бар, бірақ енді сондай бір өзім әдіскер болғаннан кейін ба, адам көп әңгімелессе, ол ата-анадан басталады ғой, тәрбие деген нәрсе. Мен қызым қазір Аллаға шүкір бар жүр, орыс тілін керісінше орысша сөйледі жүрмін. Енді ол дұрыс тәрбие білмеймін, бірақ орысша үйренсе екен, өйткені бір орта барған орыс тілін білмейтін болса, ең алғаш барған кезде бір өзін тасада ұстап, ыңғайсызданып, мен айттым, қазақша үйде үйретіп тастағанбыз ғой, қазақша сөйлеу. Мен ана тілімді бір күні мен патриоттық әңгіме айтып отыр, өзі 4 жастағы қызым ғой. 3 жаста болған ол кезде. Айттым, сен мықты, бірақ сен орысша үйрен дедім. Өйткені заман сондай, орысша үйренбе деп қақты соғуда болмайды, үйренсін. Өз тіліңді біліп, өзге тілді білуге адам шектемеу керек. Бірақ өз тілін ұмытып кетіп, басқа тілге баулу, мен өзім 100% қарсы адаммын оған. Ол дұрыс емес, ол ешқандай ақтай емес ешқашан.